Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы Амангелді Құрметұлы, журналист, Айқын газеті бас редакторының орынбасары. Бүгін сіздерге мынау халықтың рухани сауаты жайлы әңгіме айтатын боламыз. Жалпы біздің халық көзі ашық, көкірегі ояу деген кезде жай ғана қатты танитын адамды айтпаған анық, ал көкірек көзі ашық адамдардың әрекеті қандай болады? Немесе қағаз бетіне Ержан деген есімін ғана жазалатын адамдардың әрекеті қандай болады? Осы туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал Амангелді Құрметұлы, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Жалпы өзі Әл-Фарабидің сөзі бар, ол жақсы білесіз, тәрбиесіз берілген білім қылмыспен тең деген. Біз байқап отырсақ, мына бәріміз сауаттымыз, жалпы сауатсыз халық жоқ. Қазақстанның қолына қалам ұстауға жарамдысының бір 99% сауатты деп айта аламыз. Бұл алфавит ретіндегі сауат, әліпби бойынша ғана сауат. Ал рухани сауат жайында әңгіме өрбітсек. Жалпы өзі рухани сауат деген не? Енді мен өз басым мәселеге рухани сауат деп емес, функционалдық сауаттылық деген бір ғылыми термин бар. Сол тұрғысынан бастап кіргім келеді. Жақсы. Біздің халықтың, мысалы, айталық 5 жастан жоғарғы халықтың 99% мекен, бәлкім 100% мекен, мектепке барғаннан кейін бәрі хат таниды, оқып жаза алады. Бұны жаңа сөз басында айтқанымдай, біздің халық хат таниды дейтін. Кейін сауатты дедік. Бірақ хаттану мен сауаттылықтың арасында біраз айырмашылық бар сияқты. Неге? Сіз рухани сауат деп отырсыз. Бұл жерде сауаттылық деген істің мән жайын, жөн жосығын білу әрқашан. Және сол жөн жосық бойынша әрекет ету. Әрекетін дағдысын сол белгілі бір нормаларға сәйкес үйлестіріп отыруды білдіретін болса керек. Менің пайымымда рухани сауаттылық та сондай. Біз қазір халық кәдімгідей жан-жақты сауатты болып есептелгенімен әлі күнге қауесетке көп сенеміз. Әлі күнге ғылыми деректерді, дәйектерді жоққа шығарамыз. Біздің халықтың ішінде өтімді әңгімелеріне айталық жаңағы елес көрген, жын пері көргендер туралы бір әпсаналық әңгімелер әлдеқайда өтімді болады. Біздің халыққа конспирологиялық әңгімелер өтімді болады. Билл Гейтс адамзатқа чип орнатқай жатыр екен, вакцина арқылы бүкіл әлемді қырғай жатыр екен, соның ішінде қазақ алғашқы орындарда тұр екен деген сияқты бір көзқарастар бар. Одан кейін әлеуметтік желілердің жақсы дамуына байланысты, соның ішінде мессенджерлердің, әсіресе WhatsApp-тың күрт танымал болуына байланысты сол арқылы келетін мен көрдім, менің туысым бүйтіп айтты, тағы басқа деген сияқты әңгімелерге қатты сенетін бір сондай бір көзқарастағы халықпыз қазір. Бұрын естігенімді айтайын ба, көргенімді айтайын ба дейтін бір аңыздар болушы еді. Бәлен биден, бәлен би сұраған кезде, бәлен бала биден, ата би сұраған кезде деген сияқты. Көбінде көргеніңді айт дейтін аңыздар болатын. Біздің ертегілерде аңыз әпсаналарда көргеннің маңызды екенін сипаттайтын еді. Естіген жалған болып кетеді деп. Қазір көргеннен бұрын естігенге мейлінше құмар болып кеттік те, соның кесірінен кәдімгі рухани тұрғыда бір тәлім тәрбиеміз, сауатымыз керемет болмай жатыр. Тіпті діннің өзінде де сәл құл-қуалланы қайратын деңгейге келгеннен кейін діни мәселені айтатын қауымға айналып кеттік. Бұрынғы молданың айтқан... Енді осы жерде бір сұрақ болып тұр. Біз жаңағы өзіңіз айтып отырғандай өтірік пен шынның арасы 4 ақ елі деп мына көз бен құлақтың арасын өлшеп өскен ұлт дедік. Ал қазір
өзіңіз айтып отырсыз, көргеннен гөрі естігеніне көбірек сенетін халыққа айналдық деп. Осыған не себеп болды? Мен біріншіден бұған себеп болуды мына тұрғысынан қарастыра дедім. Адамның болмысы бар. Болмыс Құдай тағала жаратқан бір сипатымыз бар, иә. Сол болмыста мынандай дүние бар, жалпы мен деп тұратын бір кез келген кішіпейіл болсын, керемет, мүкәммәл керемет бір иманды адам болса да, соның көңілінің түбінде мен деп қалатындай бір сезім болады. Осы мен деп айтсаң шайтан боласың деп баяғыда Алмас Алматов айтатын еді ағамыз. Сол сияқты мен дегізетін жаңағы ой түрткі көңілде жүретін. Сол әлеуметтік желілердің технологиялық ерекшеліктермен үйлесе қалған кезде бәрін бір жарқыратып алға сүйреп шығарғызатындай бір түрткі болып отыр да, стимул береді. Мәшһүр Жүсіптің адам баласын әртүрлі аспан денелері бағып қағады екен дейтін бір хикаясы бар, әңгімесі. Соның ішінде мына күн деген дүние өзі аспанды жалғыз өзі билейді. Айда жоқ, жұлдызда жоқ, жалғыз өзі жарқырап тұрады. Сол себепті күн бағып қаққан кезде бұл адам топтың алдына шыққысы келіп тұрады дейтін бір мағынадағы бір әңгімесі бар. Сол сияқты жаңағы мен деген ішкі сезім, менмендік азды көпті, сол бәрімізді жарқыратып топ алдына көрсеткізуге тырысады. Яғни көбіміз ішкі эгомызды қанағаттандыру үшін, туған туыс айналадағы ағайын жуыққа, дос жаранға мынау бірдеңе біледі екен, мынау өзі мықты екен дегенін іштей өзіміз ұнап тұр ғой, сондай дүние. Соны көрсетіп қалу үшін құлды бәрекелді өлтіреді деген сияқты. Құлды бәрекелді өлтіреді деген сияқты. Сол бәрекелдіні іздеп әлеуметтік желілер арқылы өзіміздің бір болмысымызды көрсетіп қаламыз. Екіншіден, бұндай өзім білемдікке, менікі ғана дұрыс дегенге құмарлықтың екінші себебі халық пен биліктің арасындағы тым алшақтық. Мемлекеттік шенеуніктердің көп жылдар бойы айтқан өтірігі, халықты біраз алдағаны, бұқараны кәдімгідей әбден мезі қып біткен, халықтың көңілі қалған. Сол себепті қандай да бір ресми жаңалық шықса да, қандай да бір ресми дерек шықса да, біздің халық қазір қарсы уәж айтуға тырысады отырады. Оның ішінде ел ішінде қаншама адамдар бар. Кәдімгі мына тұрғы бір қызықты байқаймын. Осы әлеуметтік желілер, WhatsApp арқылы тарап жатқан ақпарат қауесеттердің ішінде өте сапалы монтаждалған видеолар жүреді. Өте сапалы монтаждалған аудиолар жүреді. Енді соны сапалы деңгейде монтаждап отырған азаматтар анақшы жұмыс істейтін деңгейге кәсіби тұрғыдан кәдімгідей өскен нам тауып жіберуге қабілетті болып отыр да. Яғни сондай сапалы дүниелерді тарата отырып біздің халық кейде жалған қауесет таратудың қылмыстық жауапкершілігі бар екенін, мысалы жауапкершілігі бар екенін білмей қалады дегенге мен өз басым сенбес едім. Бұл да жаңағы өзара сенімнің азаюының кесірінен, екіншіден жаңағы рухани сауаттың төмені. Біз негізі оны да білуіміз керек. Рухани сауат дегенге мен сөз басында айтқан функционалдық сауат, кез келген дүниенің қисынын білу, құқықтық сауат, мысалға әрбірден соң діни сауат бәрі де кіру керек менің ойымша. Сіз жаңа өз басында рухани сауат деп әдемі айттыңыз ғой, соған бәрі кіру керек. Бізде бұлардың әрқайсысы бір-бір позицияда, бір-бір алаңда, тіпті бір-біріне қарама-қарсы жағдайда жүріп жатқан сияқты. Қауесеттердің зиян екенін біздің бұрынғы әпсаналарда айтатын. Білесіз, бір қойшы бала ауылда қойға қасқыр шапты деп қайта-қайта ауылды дүрліктіріп өтірік айттым деп соңында шын қасқыр шапқан кезде ешкім келмей қалатын бір ертегі бар ғой бізде. Ертегі деп қарастырғанмен біздің кейбір қазіргі әрекетіміздің көрінісі. Бұл жерде біз әлеуметтік желілер арқылы, жалпы қауесет арқылы бәлем бопты, түген бопты деп таратқан сайын жалған ақпаратты. Ол жерде мемлекет немесе денсаулық сақтау министрлігі қазір ковид жағдайында басқа құрылымдар жүгіріп келмеуі мүмкін, бірақ ана ресми жақтан шығатын ақпаратты бұл жалған қауесет үнемі басатты отырады. Кез келген төтенше жағдайда қарасаңыз, Мақтааралда, былтырғы Арыс оқиғасында, мына қазіргі пандемия кезінде мемлекеттің таратып жатқан ақпаратын жаңа қауесеттер басып кетіп отыр. Бұл жерде кәдімгідей сауатсыз жасалған қаншама дүниелер бар. Осы жерде тағы бір сұрақ туындап тұр. Мысалы, бізде міне қазір айтып отырған ресми түрдегі ақпаратқа емес,
мына көршінің айтқан бір мындай болжамына сену басым. Жалпы біз ресми ақпараттан гөрі болжамға көбірек сенетін ұлтқа айналдық. Ұлтқа емес, кәдімгі елге айландық. Жалпы мына болжам айтуға. Сол әлгі бұрын кезде сайтта істеп жүрген кезде байқасаңыз, ауа райы болжамыменен жұлдыз жорамал екеуі ең көп оқылым жинайды. Бұл екеуі де болжам. Жалпы біздің табиғатымызда осы болжамға сену бар секілді. Жалпы адамзат баласында болжамға болашақты бір көргісі келетін арман бар адамзат баласында. Илон Масктың Марсқа ұмтылуы, немесе анау ғылыми фантастикалық ғарыш туралы тағы басқа фильмдердің бәрі кез келген адамның болмысында бір сондай бір жойды дегеннің өзінде, иненің көзінде сондай бір құмарлықтың болатынын көрсетеді да. Адамның болжамға деген құмарлығы қазірдегі өте күшті. Есіңізде болса, 2012 жылы ойпай Майя деген қауымның календа күнтізбесі бітеді, ақыр заман болады деп шуылдаған, ол тіпті 2000 жылдардың басынан бастап шуылдаған. Сол кезде Нострадамус бар, Ванга бар, тағы басқасы болжам айтқыштардың айоңынан туған. Енді олар өмірде жоқ қой, бірақ олар жазыпты деген дүниелер болды. Бірақ мынаны ескермейді. Ылғи осындай бір болжамдардың айтылған болжамдар көбінде оқиға болып жатқан кезде айтылады. Қазір ел ішінде тарап жүр Ванга деген көріпкел осы 2020 жылды қара жыл деп болжапты деп. Қара жыл деп болжағанын 2015 жылы ешкім айтқан жоқ, бірақ 2020 жылы мына бәле қаптап кеткен кезде айтып жатыр. Ал 2012 жылы Майя деген қауымның ақыр заман болады екен, күнтізбесі бітеді екен деген әңгіме, ол қауымның сондай күнтізбесі болды. Тіпті көркем өнерде үлкен фильмдер жасалып, сол біреулер содан пайда тапты. Егер де Майя деген қауым осы күнге дейін өмір сүрген болса, календары біткен күні 2012 жылдың 21 желтоқсанда олар қайтадан 3,5 мың жылға календар жасау мүмкін еді. Олар жасай алған жоқ, себебі ол қауым жоқ. Олардың бір мұрасы қалды. Сол мұрасын біз болжамдарымызға сүйіп, жер шарының құриды екен, тағы басқа аспаннан бірде келеді, бәлен келеді, түген келеді деген сияқты қауесеттерге айналдырдық. Болжамға құмарлық ресми ғылымның әдетте ақпараты қасаң болады. Нақты қасаң. Қазір айталық C2020 F3 деген құйрықты жұлдыз жердің төңірегінде ұшып бара жатыр. Енді тым жақын емес, оны қазір көріп те жұрт фотоға да түсіріп жатыр, осы шілдеде болып жатыр ондай жағдай. Жалпы шілдайында. Өтіп жатыр сол. Енді ол ғалымдар айтады, ол осындай жұлдыз, осындай құйрық, осындай газ, тозаң, бәлен түген қасаң ақпарат тарайды, бітті, ешкім қызықпайды. Егер де ол құйрықты жұлдыз жерді соққалы жатыр екен деп мен қазір айтсам, 27 шілде күні кеп дәл осы Қытайдың тұсынан немесе Австралияның маңынан атмосфераға кіреді екен деген қауесет тарасын, бұл әлдеқайда өтімді, өйткені жаңағы мистикасы бар, болжамы бар, апат бар, сондай дүние. 2000 жылдардан кейін Голливуд фильмдерінің ішінде апаттың фильмдері көп болды. Ақыр заманға байланысты. Шамасы анау діни кітаптардағы ақыр заман туралы хиссалар, хикаялар сол бүкіл халықтың бойында белгілі мөлшерде жалғасып келе жатқан ұқсайды. Яғни бізде де ақыр заман туралы хиссалар бар. Мәді бар, мәді шығады, ғайса түседі екен деген сияқты. Ондай дүние христиандарда да бар, еврейлерде де бар, көп халықта бар. Сондықтан осы болжамға құмарлық өз адамзатпен бірге жасасып келе жатыр. Енді осы болжамға құмарлықты қаншалықты қисынды пайдаланып жүрміз дегенге келетін болсақ, енді біз ұяттымыз бұл жерде. Ақылға сыймайтын болжамдар кетеді. Ақылға сыймайтын қауесеттер кетеді. Бұл кейде тіпті біздің мәдениетіміздің кішкене төмендеп кеткеніне де көрсететін сияқты. Есіңізде болса, араб қауымдарының ішінде түйенің зәрін ішетіндер бар екен деген бір ақпарат тараған. Ол бәлкім біреу үшін қызық болып тараған шығар. Бірақ 21 ғасырда ондай бір дәстүрдің тозығын сақтап отырған қауым болса, олардың да былайша айтқанда ұятты тірлігі деген сөз. Ана қазақтың өз сөзі бар еді, дәстүрдің озығы да бар, тозығы да бар деген. Біз 21 ғасырда кейбір тозық дәстүрлерімізді алдыға шығарып, соны әлі сүйреп келе жатырмыз. Содан жаңа болжамға құмарлық, тағы басқаның бәрі келе жатыр. Болжамға құмар болу деген ресми деректі үнемі жоққа шығарып отыру, ғылымды жоққа шығарып отыру. Соның салдарынан, былайша айтқанда,
қолдан ем-дом жасау болады, басқа бір қауесетке сену болады. Бұл тіпті әрбірден соң елдің ақпараттық қауіпсіздігіне, биологиялық қауіпсіздігіне кері әсер ететін бір детальдар болуы мүмкін. Мысалы, коронавирус пандемиясы кезінде біз осы сенбестігіміздің кесірінен, ресми дерекке сенбестігінен, енді өкінішке қарай бұл жерде халықтың мемлекетке сенбеуіне негізді қалап кеткен негізгі факторлар бар. Енді биліктің атқамінерлердің өздерінің бәлен жыл бойы былай жасаған әрекетінің салдары. Екіншіден, халық бәрібір сенбеді, біз ұят болады дедік, тағы басқа дедік. Карантин ашылғаннан кейін жаппай той-томалақ өлім-жітімге кеттік та, енді қазір ұрынып отырғанымыз осы өте қиын жағдайға мысалы. Бұл да жаңағы ғылымды менсінбеу, ғылыми деректерге, ресми деректерге мұрын шүйіре қарау. Жалпы жаңа да айтып жатырсыз, бұның болжамға сенудің, болмаса жаңағы жалған ақпараттарды таратуға деген адамдардың бойындағы ерекшеліктерді айтып жатырсыз ғой. Жалпы бұны қатаң түрде тиюға бола ма? Осы әрекеттерді, мысалы, біз білеміз, бір мемлекеттер бұл жалған ақпараттардың жою жолында бүкіл ресурсын соған жұмылдырып отырған мемлекеттер бар қазір. Біз сол секілді қатаң түрде осыған тыйым сала аламыз ба? Біз қатаң түрде тыйым салуымыз қиындау. Неге десеңіз, халықтың қаншасын соттай аласыз, мысалы, қатаң тыйым салғанда? Екінің бірі таратады қазір. Анау әу баста біреу жасап таратқан кезде соны соттап айтып өйтіп жатырмыз, онда деректерде бар. Бірақ ең бірінші кезекте оларға қатаң тыйым салу үшін кез келген ақпаратты сізбен баспасөздің мамандарымыз, масс-медианың өкілдеріміз, біз елден бұрын беріп тұру керек та, шындығын шыңғыртып отырып, яғни ашық. Бізде проблема болып жатыр, мынандай, бітті. Мына жерде бәлен адамның зардап шеккені рас, түген адамның зардап шеккені рас, емдей алмай жатқанымыз рас, мына протокол жарамай қалды, орнына қазір мына протоколды, мысалы, коронавирус мысалында айтып отыр, емдеу ұсынып жатыр деген сияқтыны елден бұрын тарату керек. Мысалы айталық, Мақтааралдың оқиғасында кім бірінші ақпарат берді? Біз емес, ресми масс-медиа емес, блогерлер, әлеуметтік желінің қолданушылары таратты. Арыста кім? Тағы да солар. Неге өтірік айттық? Арыста хабарын беруге тиістедік қой біз, мысалы, масс-медиа. Оның ішінде айталық, газет үлгермей қалады кішкене, 2 күннен кейін шығады, 3 күннен кейін шығады деліге, өзіміз енді газетте болғанда екен, сәл ақталған түрім. Бірақ сайттар бар, радио бар, мысалы, әсіресе радио. Тәуекел етіп, сондайды беру керек. Ал кейде осы құрылымдарға жауапты салалар, ведомстволар бар, министрліктер, солардың ашық және жасырын жасайтын шектеулерінің кесірінен, мысалы, журналистердің қол аяғы байланады отырады. Кейде эфирге берген үшін таяқ жейсің бір мәселені. Яғни, біздің ақпараттық саясатта бәрібір фобия бар. Фобия дегеннен гөрі біздің ақпараттық салада сәл еркіндік жетіспейтін секілді. Еркіндік жетіспейді, ақпараттық саланы басқарып отырған құрылымдар, сол саясатты ұйымдастырып отырған құрылымдардың ішінде ойбай халыққа айтып кетеді, сөйтіп кетеді деген сияқты фобия бар. Сен қазір мессенджер медиа күшті дамып жатқан кезде олармен қатар жарысып, алдына түсіп алмасаң, сен халықты жаңағы жалған ақпарат таратты, айтты бетті деп соттап қамап қаншалықты ұстап тұра аласың? Біз ресми түрде автократиялық мемлекет емеспіз, диктатура емес. Бізде демократия бар ресми түрде. Демек сен ол демократияның талаптарына қайшы болмауың керек. Ал қайшы болмау үшін сен бәсекеде өзің ақша беріп қаржыландырып отырсың ба мемлекеттік бағытта. Ол масс-медианы, олар қауесеттердің алдына түсуге қауқарлы болу керек. Біздегі фобия неде? Халық дүрлігіп кетеді, тағы басқа деген сияқты фобия. Екіншіден, кейбір атқамінерлер ойлайды деп, мына бір жалған нәрсе, жалған емес, жаман, нашар ақпарат айтып қалсақ, 20 жыл, 30 жылға жуық уақыттағы Қазақстанның жеткен жетістігіне нұқсан келтіріп аламыз ба деген сияқты. Содан президенттен бастап, елбасынан бастап таяқ жеп қаламыз ба деп қорқатын сияқты меніңше. Ондай емес, шындықты айтып таяқ же. Өтірік айтқан. Өйткені өтіріктің күнертең ашылатыны белгілі болды ғой.
Қазіргі мынандай төтенше жағдай кезінде бәрі белгілі болып жатыр. Екіншіден, түрлі құрылымдардың жұмыс барысындағы салғырттығы бар. Мысалы, статистикадан бастап биологиялық қауіпсіздік тағы басқаға дейінгі қаншама салаларда бұндай кризистерді басқару тәжірибесі жоқ. Егер де осындайдың басынан басқару тәжірибесін егер бірінші тәжірибе ретінде шындықты айтып үйренген болса, қазір жалған ақпараттармен зардабын тартпас еді. Қазіргі зардап неде? Қазіргі осы соңғы 3-4 айдағы ақпараттың көбі жаңағы ковид пен пневмонияны емдеуге байланысты ақпарат тарап жатыр. Ал оның ішінде неше түрлі қауесеті бар. Жаңағы бір шөптің тамырын жеу керек екен дейді, құйрық маймен сарымсақты араластырып отырып күніне бәлен қасықтан жеу керек екен дейді, бәлен дәрі мықты екен дейді. Қытайдан келіп жатқан біз түсінбейтін, біз бір иероглифпен жазылған бір дәрі деген сұмдық екен дейді. Соған шығындалып жатыр мысалы. Ал әр адамның организмі, әр адамның ауырып тұрған сәтіндегі жағдайы әртүрлі. Біреуінде қант диабеті бар, біреуінде қысымы бар, біреуінде жүрегінде ақау бар, біреуінде бүйрегінде, бауырында, асқазанда тағы басқа. Соларға кері әсері қандай болады тағы басқа дегенге мысалы назар аудара алмай отыр. Тіпті жаңағы адамның ішіндегі мен деген бір болмысындағы бір құмарлық бар дедім ғой, жұрттың көзіне түсіп қалуға тырысатын. Сондай құмарлық кейбір жақсы әрекеттердің өзін теріс бағытқа бұрып жіберіп жатыр. Мысалы, бір дәрігерлер шықты, нақты реаниматолог емес, нақты бір сол инфекционист емес, басқа саланың бір дәрігері өз болжамын айтып, мынау сенің протоколдарың қате, тағы басқа деген сияқты әлеуметтік желіде шуылдатып, соңы байқасаңыз бірнеше апта сондай бір қауесеттер кетіп жатыр. Кәсіби маманның қауесетке сенуі, қауесет таратуы, ол да жақсы емес. Бұл кәсіби маманның бұндай қауесет таратуы бір жағынан қарасаңыз, кәдімгі мемлекеттіктің саясатынан наразылықтың көрінісі. Наразылықты осылай көрсеттім деген кезде халық зардап шегеді. Демек, бұндайда мемлекет өзінен бұрын осындай топтардан бұрын жұмыс істеу керек еді. Біз енді шілдеде бастап жатырмыз телемедицина мәселесін. Бұл бәлкім наурызда басталатын дүние ме еді? Жоқ, жалпы мысалы шетелдік телеарналардан үзбей бәлен жылдан бері осы медицина саласында беріліп келе жатқан бағдарламалар бар мысалы. Ал бізде жалпы бағдарламалар тұрақсыз. Біздің телеарна тарихымен бірге жасасып келе жатқан бағдарлама жоқ қой. Мысалы, ең алғаш тіпті телеарна демей-ақ қояйық, радио. Келесі жылы Қазақ радиосы 100 жыл толады, бірақ 100 жыл үзілмей келе жатқан бағдарлама жоқ. 100 жыл емес, 20 жыл дейінші? 5 жыл. Енді марқұм Бейсен Құранбектің айтуға оңай екен, 4 жылдан астам уақыт жүрді. Ең ұзақ, мен білетін ең ұзақ бағдарлама сол секілді. Сол мысалы қараңыз, кезінде білім және мәдениет деген арналар аштық, ол екеуін кейін қостық. Басындағы басталатын жақсы бір идеялар соңы сиыр құйымшақтана береді. Ол арналардың ерекшелігі неде еді? Белгілі мөлшерде ғылымның культін жасауға, ғылымды насихаттауға, ғылымды танымал қылуға бағытталған концепциямен жасалған дүние. Бірақ оның бәрі кейіннен былайша айтқанда ботқа болып кетті да, бір-біріне қосылғаннан кейін енді қазір халықты белгілі мөлшерде сауатын ашатындай сондай бағдарлама дүниелер іздейміз біз. Бұндай бағдарлама бір көретін дүниесі болмағаннан кейін телеарнасының бәрі түрік пен корейдің үнділердің сериалдарына толып тұрған кезде халықтан сен жаңағы рухани сауаттылықты қалай күтесің? Бізде рейтинг деген дүние бар. Сол рейтингке сәйкеспеді деп қаншама ғажап дүниелерді мысалы жеткізбей қия саламыз мысалға. Мысалы осы телеарна, жалпы кино, жалпы осы рухани сауаттылық жағына мемлекеттік идеология тікелей әсер ететін секілді. Ал біздің қазіргі мемлекеттік идеология, мен ойымша, әлеуметтік желінің деңгейіндегі не? Мүмкін. Жалпы идеология деген сөзден біреулер қашу керек, біреулер мемлекеттік идеология керек, тағы басқа деген сияқты түрлі нұсқамен айтады ғой. Мен мынаны айтар едім, біз идеология деген ең бірінші кезекте өтірік айтпау. Не айтсаң да шындықты айт.
ащы болса да шындықты. Жағдайың келмей тұрма, айт. Жағдайың келіп тұрса, оны да айт. Қандай да бір саясатқа, енді халықаралық сыртқы саясатта тағы басқа да белгілі мөлшерде өтірік айтып бұлтақ күлкі болғанға салатын жағдайлар кездесетін шығар, бірақ шаман келгенше елдегі саясатта, елдің ішкі саясатында өтірік айтпауға тырыс. Өйткені әлеуметтік желілер, интернет дамыған заманда өтірікті әшекерлеу оп-оңай. Сондықтан идеология дегенді кім қандай идеологияны қалайды, кім қандай құндылықты жақсы көреді, өзіне ұстаным қалады, ол өз адамның жеке мәселесі болу керек. Біреу атеист болуы мүмкін, біреу діндар болуы мүмкін, біреу тіпті басқа дінге өтіп кетуі мүмкін. Бірақ оны айыптап, оны ойбай қасірет ретінде бағалау меніңше дұрыс болмас еді. Ең бастысы біздің идеологияда елдің аумақтық тұтастық қауіпсіздігі ең бірінші кезектегі мәселе. Одан кейін жаңағы халықтың әлеуметтік жағдайының жақсы болуы, жақсаруына мүмкіндік жасау. Өзі қолдан жақсартам деп емес, мемлекет ешқашан бір халықтың жағдайын толық жасап бере алмайды. Өйткені әр адам өзі үшін тіршілік ететіндіктен солардың өз жағдайларын жасап алуына мүмкіндік беру. Біз осы күнге дейін иллюзиялық қаншама идеялар төңірегінде жүгіріп жүрдік та, соның кесірінен қазіргі бір алағай-бұлағай бір көңіл күйдегі қауымға айналып кеттік. Шамасы мынада болды ғой деймін, біздің идеология. Бұдан да жаман күнімізде тойға барғанбыз деген сияқты бір ішкі ұстаныммен жасалды ма білмеймін. Рухани жалпы мемлекеттік идеология бұл елдік тұрғыда болу керек па, ұлттық тұрғыда болу керек па? 21-ші ғасырда елдік тұрғыда болу керек. Ал елдік тұрғыда болатын болса, мемлекеттік құраушы немесе мемлекеттік құрушы ұлттың құндылығы елдік мүддеге келген кезде екінші орынға түсіп қалатын секілді, менің ойымша. Мысалы, жалпы елге ортақ идеология бар да, ұлтқа жеке идеология бар. Бұл жерде ұлттың өз бәсекеге қабілеті деген мәселе бар. Ал бұл жерде біздің мемлекеттік басты ұстаным 130 ұлт түсінігі бар ғой. 130 ұлт түсінігі шын мәнінде былайша айтқанда жұрттың назарын аударуға арналған өтірік маневр. Бұл жерде екі-ақ мәселе бар. Мемлекеттік тіл және ресми тіл деген. Бүкіл әңгіменің бәрі осында. Егерде қазір көп қоғамда айтылып жүргендей ресми тіл мәртебесі алынып тастайтын болса, біраз дүние түзелуі де мүмкін деген көзқарас бар. Меніңше ол раста болуы ғажап емес. Ал ұлттар, этностар, ол кез келген бір қоғамда тұратын шағын этностар, ол мейлінше тыраштанып өз салт санасын тағы басқасын сақтап отыруға тырысады, жанталасады. Сол арқылы болмысын сақтауға тырысады. Ол мысалы қалыпты жағдай. Шетелдегі қазақта солай өзінше жанын салып тіршілік етіп жатыр. Мысалы Монғолияның қазағы, Қытайдың қазағы салт дәстүрін сақтап кереметпен отырғаны олардың бізден артықшылық емес, жаңағы бәсекеде өз болмысын жоғалтпауға бағытталған ішкі күресінің нәтижесі. Біз енді мемлекет құрған халық ретінде біздің ішкі күресіміз сәл саябырсады, өйткені тоқмейілсу бар біз қазір еліміз деген сияқты. Бірақ мен елдік тұрғыдан дейтін себебім мынадан келу керек. Біз этникалық мәдени анклавтардың қалыптасуына жол бермейтін саясат ұстану керекпіз. Мысалы, егерде оңтүстіктен солтүстікке азаматтарды еңбек күші ретінде қоныс аударудың тетіктерін қарастыратын болсақ, онда міндетті түрде алаламай Қазақстан азаматыма бәрін пайдалан. Жаңағы Қазақстан Халық Ассамблеясының күшімен түрлі этнос өкілдерін де тарт, араластыр. Тіпті қажет болатын болса, белгілі мөлшерде рулық идеялар әлі кеңірек тарап жатқан аймақтардың да халқын бір-бірін араластырып жібер. Әсіресе Теріскейге қарай, Теріскей мен шығысқа. Өйткені ол стратегиялық тұрғыдан қауіпсіздік тұрғысынан маңызды дүние. 2014 жылдардағы Украина жағдайының қайталанбауы үшін керек дүние. Елдік дегеніміз осы. Осыған мәселе келіп, біздің барлық
этнос өкілдері осы идеяға жұмылу керек. Біздің еліміздің тұтастығы керек деген. Бұлардың бәрі біледі. Егер де біздің елдегі орыс азаматы Ресейге барып тұратын болса, бізге келген оралмандарға тағылған лақабаттардың кері бағытындағы лақап өздеріне тағылатынын біледі. Оларды барып қазақ дейді, казахи деп тиіседі оларға неше түрлі. Қанша еңбекқор болса да, сол өздерінің нормасына, өздерінің жиналып кейде тойлатып кететін нормасына сіңіп сол бағытта жүрмейтін болса түртпек дейді бұларды. Бұл талай аралас қораластығымыз бар біздің азаматтармен. Демек, бір үлкен этностың өкілдері бізде отырған болса, егер де осы күнге дейін кетіп қалмаған болса, сонда олар осында қайтып қалуға бекінгендер. Оның ішінен әрине орманға қарап ұлт тұратындар шығуы мүмкін, бірақ ол тым қауіпті емес. Елдік дегенде мәселе сол орманға қарап ұлт тұратындар басқа қандастарын, айналасындағы дос-жаран, ағайын туғанын өздерінің идеяласы қылып топтасуына мүмкіндік бергізбеу мәселесі. Ал ұлт ретінде мысалы біздегі ең үлкен проблема мәселе жаңағы ресми тіл деген атаудың қолданыста тұрғуына байланысты бір ұлттың ішкі бір көзқарас тұрғысынан екіге бөлініп алуындағы дүние. Жалпы қалғаны түзеледі меніңше. Жалпы осы тіл мәселесіне қалай ойлайсыз? Жалпы өзі мемлекет тіл мәселесі болу деген ақылға сиятын нәрсе ма? Жалпы біз неге тәуелсіздік алғанымызға, мысалы, міне біз бір нәрсе істеген кезде, біз тәуелсіздік алғанымызға осынша жыл болды, әлі бір нәрсе жоқ деп айтамыз. Мына жаққа келген кезде тәуелсіздік алғанымызға енді ғана 30 жыл болды, бірдеп болады ғой деп. Россияда орыс тілі туралы проблема жоқ. Неге біз Моңғолияда моңғол тілі туралы проблема жоқ, мәселе жоқ мысалы. Сол секілді біз неге ешкімге алаңдамай отырып, Қазақстанда қазақ тілі туралы проблема жоқ деп неге басын ашып алмаймыз осы? Облыстағы фобия мысалы, мен ақпараттық саясатта фобия басым дегенім сөз айттым ғой бағана. Ел дүрлігіп кетеді, ойбай ел іші дүрбелең ұрынады, тағы басқа деген фобия сіңіргенбіз. Соның салдарынан біз жоғары жаққа кететін есеп-қисаптың ішінде бізде тұрып жатқан орыс ұлтының, басқа ұлттардың, этностардың өкілдері бұл саясатқа сұмдық қарсы болып жатыр екен деген сияқты есеп құрастырып алғанбыз. Шын мәнінде бұлар қарсы болмауы да мүмкін. Егер де ресми тіл дегенді алып тастайтын болса, біздің өз қазағымыздан бұрын олар әлдеқайда тезірек үйреніп кету ғажап емес. Өйткені ол кәдімгі шет тілі ретінде бағалайды. Олар өздерінің мүмкіндігі осымен, Қазақстандағы кәсіптік, қызметтік мүмкіндіктерінің бәрі осымен, осы мемлекеттік тілмен байланысты болып тұрғанын сезінеді, олар бірден кірісетін еді. Қазірде көп біздің қазақ тілін білетін өзге этнос өкілдері. Кедергі істейтіндер кімдер? Жаңағы фобияны қалыптастырушылар. Өз ұлтының құндылықтарын толық меңгермегендер, уызына жарымағандар деген сөз. Яғни сұмдық фобияны қалыптастырып отырған өзге этнос өкілдері емес, орыс тілді қазақтар. Солар билікте отырған кезде, түрлі құрылымдарда басшы қосшы болып отырған кезде, бұл жаңағы мейлінше шешім қабылдайтын органдарға баратын ақпараттарда фобия жүреді. Осы қазақты құртқай жатыр екен, тағы басқа ел іші дүрлігіп кетеді екен деген сияқты. Біз Қазақстан, менің ойымша, 90-шы жылдардағыдай дүрбелең уақытынан енді өтіп кетті. Енді жалғыз сценарий болуы мүмкін бізге қатысты сыртқы күштердің елдің ішінде гибридтік соғыс ұйымдастыру мәселесі. Гибридтік соғыс деген, яғни ақпараттық технология, үкіметтік емес ұйым, жеке адамдар, тағы басқаларды пайдаланып, елдің әскери стратегиялық мүмкіндіктеріне зиян келтіру, қорғанысына, әскери, стратегиялық, әлеуметтік, экономикалық қауіпсіздігіне зиян келтіруге бағытталған қазіргі заманауи соғыстың тәсілі. Гибридті соғыс деген 2014 жылдан кейін пайда болған дүние. Бір қуанарлығы, бұл гибридті күрес деген ұғым біздің әскери доктринада бар, 2017 жылы қабылданған доктринада. Яғни мемлекет біздің елге қарсы біреулердің ішкі сыртқы күштерді пайдаланып, елді дүрліктіруге тырысатынын біледі. Екіншіден, мынаны ескеру керек. Қазақстанның кейде аумағының тым үлкен болуы жаңағындай гибридтік ойындарды ұйымдастыруға толық мүмкіндік тағы бермейді.
тым үлкен, халық шашыраңқы орналасқан, мобилизациялық қуаты, мысалы сондай гибридтік күреске жұмылдырғысы келген топтарды мобилизациялау мүмкіндігі нашарлау біздің территориялық жағдайда, көлік логистикалық тұрғыдан ол толық мүмкіндік бермейді. Екіншіден, біздің халық бәрібір енді 30 жылға жуық азат өмір сүргеннен кейін гибридтік тәсілдермен біздің ішімізді бүлдіретіндей әрекеттерге жол бергізбеуге тиісті, менің өз көзқарасым бойынша. Сондықтан жаңағы бұл қауіпті ескере отырып, тәуекел деп жаңағы бұл ұлттың, мемлекет құраушы ұлттың көңілінен шығатын бір-екі шешімге барғанның менің шаттықтығы болмас еді. Айналып келгенде сөз басында айтқанымыздай фобия, бір қауесеттерге сену, жаңағы осының өзі қауесет, былайша айтқанда. Біз ресми тіл дегенді алып тастайтын болсақ, біреулер көтеріліп кетуі мүмкін, тағы басқа. Сонда зерттеу жоқ. бір белгілі бір дәрежеде жоғары лауазымда отырған адамдардың өзі қауесетке сенеді деген сөз ғой. Өйткені кейбір қауесеттер көп адамның, баласының, шағасының, тағы басқасының қызметін сақтап қалу үшін керек болуы мүмкін. Әбден мүмкін. Амангелді Құрметұлы, әңгіменің басында біз жалпы осы рухани білім туралы әңгіме айтқанбыз. Жаңағы фундаменталды білімнен бөлек, дұрысы сауаттылықтан бөлек. Сауаттылықтан бөлек, жалпы өзі қаттанудан бөлек. Қаттанудан бөлек адамның рухани білімі туралы айттық. Енді қараңыз, біз қауесетке сенетін халықпыз, халық болдық. Билігіміздің өзі белгілі дәрежеде сенеді. Сенуге мәжбүр. Мәжбүр дейікші. Және сендіреді, мәжбүрлейді. Мәжбүрлейді. Ақпараттық қауіпсіздігіміз осал. Шашылып жатыр ғой. Енді осал дейік енді. Кішкене жұмсартып осал. Ал мемлекеттік органдардан бұрын қарапайым халықтың қауесеті тарайды. Ал үстіп отырған ұлттың, осындай елдің жалпы қауесетке сенбей мемлекеттің ресми ақпараттарын бойынша жұмыс істейтін, сосын жалпы өзі көкірек көзін қалай ашуға болады деп сұрағым келіп отыр. Жаңағы қаттанудан бөлек көкірек көзін қалай ашуға болады? Мен өз басым көкірек көзін ашу бағытындағы жұмыс ғылым культін қалыптастыруға бағытталған әрекеттер деп бағалар едім. Ғылымды насихаттау, ғылымды бұқаралық, бұл жерде жаңағы фундаменталдық үлкен теориялар, тағы басқа, мысалы кванттық физика, немесе айталық кибернетика сияқты нанотехнологияның бір ішіндегі нюанстарын емес, жалпы ғылымның озық екенін, ғылымға құмар болудың, ғылымды жақсы көрудің озық екенін насихаттайтын дүниелер болу керек. Мысалы қараңыз, бір сұрақ қояйын. Бізде 3 мыңға жуық мешіт бар. Қаншама, иә? Шүкір, біз мұсылман жұртымыз, жақсы, Құдайымызды танып жатырмыз, Алламызды танып жатырмыз. Белгілі мөлшерде біздің тәлім тәрбиемізге, әрекетімізге бұл ықпал етеді, дұрыс жол бағытында. Бірақ осы 3 мыңдай мешіт бар. Осыны қаншама кәсіпкерлер салды, көбін. Сол кәсіпкерлердің ішінен шығып, бір обсерватория салғанға бизнесмен деседіңіз бе? Яғни, обсерватория, мысалға, айталық космосты зерттейтін. Сіз немесе сауда дүкендерінің ішінен телескопқа, микроскопқа қаншалықты қызықтыңыз? Бір рет қарап кеткен шығармын енді. Мысалға. Яғни, бұл нені білдіреді? Біз кеңес одағының кезінде жамандадық, болмайтын тірлігі бар деп. Бірақ о кезде мынандай бір нәрсе болды. Жас конструкторлар станциясымен сондай бір құрылымдар жұмыс істеді. Яғни, не жасайтын? Шағын ұшақтар жасайтын, сондай тегін үйірмелер болды. Біз сол дәстүрді кейін құртып алғанбыз. Қазір оқушылар сарайы сияқты жерлерде ғана бар, бірақ ауылыңда жоқ.
ауылға жеткен жоқ. Ауылдың қаншама халқы ғылымнан мақұрым қалып отырғаннан кейін, ғылыми ерекшеліктерді, ғылыми танымдық дүниелерден мақұрым қалған соң, зерде сияқты журналдарымыз ешкімге жетпейтін болғаннан кейін біз қазір қауесеттен басқа дүниеміз жоқ. 90 жылдардың соңында бізде қызық анау тылсым, мыңнан бір мезет, тағы басқа бір жын пері, елес, пелес сияқты көптеген хикаяларды басатын басылымдар көп болды, және бәлкім біздің қауесетшіл немесе конспирологияға құмар болуымызға осының да ықпал еткен болады, тиген болуы мүмкін. Өте көп тарады, кейбір кәсіпкерлер үшін кәдімгідей табыс көзі болатын. Бірақ біз оған кейін балама ретінде ресми ғылыми жаңалықтардың дүниесін ұсынылған жоқпыз. Мысалы, қазір қарайық. YouTube-тың арналарының ішінен сіз ғылым туралы іздесеңіз, жолда елес көрдім, бір жерден аруақ шыға келді деген сияқты видеолардан көп кезігеді. Нақты ғылыми жаңалықтарды беретін каналдар аз. Мен қазір бақылап жүрген кезде бір-екі арнаны білемін, YouTube-та мысалы, физика және ғарыш деген сияқты. Әлеуметтік желіде біз сіз эксперимент ретінде бір ғылыми жаңалықты талқылап қойсаңыз, ешкімге бұл жаңағы лайк ұнату пернесінде баспайды, пікірде жазбайды, кетеді. Егерде жаңағы folk history бар, қазақ күннен туған немесе Шыңғысхан қазақ екен, қазақ емес екен деген сияқты әңгімелер таратып қалсаңыз, дүр етіп келеді. Немесе жаңағы діни мәселеге қатысты бір пікір айтып қалсаңыз, жападармайға келіп бәріміз, мысалы, ол жерде бәріміз үлкен дін ғалымы, бір ғұлама сияқты пікір жазып, қари болып кетеміз, қырғын да пікір талас болады. Ғылымның культі жоқ. Біз ешқашан өзіміздің балаларымызға заманауи, қазір сирек заманауи телескоптар, заманауи кішкентай шағын электронды микроскоптар тағы басқаны беріп жатқан жоқпыз. Әрине мен бұл жерде нақты статистикалық деректерім болмағанда кейін ештеңе дей алмаймын, бірақ былтыр алдыңғы жылдары біраз дүкендерді жай екінші мамандығым әлеуметтанушы болғаннан кейін бір қызықтап сауда сатушылармен кеңесіп осы тақырыпта біраз жүргем. Сол кезде көп дүниені аңғардым. Мынандай деталь болдым. Біз бір телескоп көреміз деп балаларымызбен бардық. Сатушы айтады, қазақша сөйлейтін балаларды ертіп келген алғашқы тұтынушы сіз болдыңыз дейді да. Демек, менен бұрын барып жүргендердің бәрінің тілі жаңағы ресми тілге бейім балалар деген сөз. Біздің балалар қазақша сөйлеп жүр, мынау не тағы басқа деп телескоптың жаңағы ана шынысына, мына шынысына үңіліп, микроскопты шоқып сөйтіп жатыр. Соны жаңағы саудагер сатушы азамат, ұлты кәріс екен, сол аңғарып тұр да. Қазақша сөйлейтін балаларды ертіп келген алғашқы тұтынушы сізсіз дейді. Бірақ дұрыс кеңесін берді. Мұндай қымбат телескоп қажет жоқ. Сіз өз балаларды ауыздандырыңыз, көрсін, қызықсын ғылымға. Одан кейін қызық салып бересіз, әйтпесе керек емес деген сияқты. Мысалы, ғылымның культі, ғылымды насихаттау, бұл жерде ғарыш қана емес, кибернетика тағы басқадан бастап, мысалы, робототехника мектептерде бар, бірақ қаншамыздың үйімізде сол робототехниканы ары қарай балаларды дамытатындай, соның бір роботтан жасаған жетістігін мақтап отыратындай бір дәстүр қалыптасты. Байқасаңыздар, біздің блогерлердің ішінде де ол сирек. Тек бір рет мен Аршат Ораз деген блогердің өз баласы жасаған, мен кішкентай бала, бір фигураларды қозғалтып мультфильм жасапты. Кішкентай бір, максимум 1 минутта сондай. Сонсын бөліскенін, соны қуана айтқанын көрдім да. Ал енді әлеуметтік желіде ұдайы жүреміз, бірақ басқа кезіктен көреміз. Ғылым культі ғана жаңа рухани сауат тұрады. Енді қараңыз, ғылым культі. Бірақ бізде өзіңіз айтып отырсыз. YouTube арналарда бірде-бір есі дұрыс ғылыми канал жоқ. Аз, бар бір-екеуі. Ал жаңағында телеарналарымызда, балаларға арналған телеарнамыз жалғыз балапанның өзінде есі дұрыс, жаңағы Галилея секілді мықты не жоқ. Бағдарлама. Бар білім арнасын жаптық. Енді міне осы аманшылық болса Әл-Фараби арнасы ашылады деп жатыр. Енді көреміз. Бірақ біздің өзімізде жаңағы ақпараттық тұрғыда ғылым культына деген бағдар жоқ жерде біз мына жерде біз ғылым культын дамыта аламыз деп айтудың өзі де қауесет болып кететін секілді. Бұл жерде ол бәлкім кедергілері көп шығар, бірақ жалпы жүрген жерде бәріміз ғылыми жаңалықтарды неғұрлым көбірек айталықшы. Мысалы, келісіп алып әлеуметтік желінің 100 белсенді азаматы
ел ішіндегі түрлі жеке тақырып, жеке проблемный мәселелер қазір көп бөлісіп жүрміз ғой. 100 азамат бірден күн сайын бір айлық эксперимент жасауға болады да. Тек қана әркім бір бағыттан ғылыми жаңалық салып отырсаң, бір күні байқайсың, сен кәдімгі соған адамдар жиналып пікір таласа бастайды. Бір ерекшелігі біздің халықтың хат танитын артықшылығы неде? Болмағанда біреумен дауласу үшін барып Википедияны оқып келетіндер болады. Бұл да бір жағынан пайдалы. Сондықтан сондай тәсілдерді пайдаланып көру керек. Яғни бәлкім советтік білім жүйесінің ықпалында болған шығар. Біз жан-жақты біліп алғанбыз, белгілі бір салаға маманданбай қалғанымыз. Оның да зардабы тиіп жатқан шығар, бірақ жалпы ғылымды көбірек насихаттау керек, технология көбірек насихатталу керек. Ал енді арналардың мәселесінде жаңағы масс-медианы мәселесіне келетін болсақ, балапан арнасында мысалы Дархан Әбдіктің бір әдемі бағдарламасы болды балаларға арналған. Бірақ оған жас шектеуі келмей қапты деп оны алып тастады деп естідім. Өзім нақты бүге-шігесіне дейін білмеймін. Бірақ тәуір дүние болатын. Біздегі сөз басында айтқанымыздай, біздің ана бағдарламалардың өмірінің қысқа болып бүйтіп құрып кететіні рейтингке сәйкеспей қалды, тағы басқа деген сияқты сылтаумен эфирден алынып тастайтынның кесірінен қаншама азаматтардың жақсы жойылады. Енді бұған тағы бір себеп бар секілді менің ойымша. Бұл біздегі спорт саласынан басқа салалық журналистиканың дамымай отырғаны да осыған әсер ететін секілді. Өйткені сол ғылым саласын түбегейлі зерттеп, түбегейлі көрсетіп беретін анау жаңағы телескоппен қалай жұмыс істеу керек екенін білетін журналист санаулы деп ойлаймын. Ол жерде айталық спорттан басқа салада салалық болып мамандану журналистке не береді деген мәселе бар. Белгілі мөлшерде журналист өзі журналистке беру үшін емес. Журналист халыққа беру үшін. Журналист халыққа беру үшін, журналистке жұмыс беріп отырған құрылымның басшылары сол бағытты қолдау керек та. Мәселе сол. Сіз мысалы ғылым төңірегінде көп жазып жүрсіз, бір газетке жазасыз. Айталық біздің Айқынға дейік. Мен өзімнің қол астымдағы журналист аптаның 4 номеріне 4 рет ғылым туралы беретін болса, тұра тұршы ана жерде пандемия болып жатыр, соның ақпаратын әкел деуім мүмкін. Мысалы, ол да рас нәрсе. Егер де мүлдем таң дүние болса, онда жақсы. Бірақ 5-ші номерді айтамыз, 4 номер қатар ғылым бердік, 5-ші жол тұрады, мәдениетті берейік деген сияқты. Демек, бұндай жағдайда біздің журналист бәрібір жартылай универсал, жартылай жаңағы салалық маман болуға мәжбүр болады. Ал жаңағы телеарналарда, радиоларда жүр дейсіз. Телеарнаға барған кезде ғылыми жобаларыңызды сіз әдемі жоба әкеп шығарасыз, тағы басқа бір айдан кейін айтайды, рейтинг нашар болды, ешкім көрмейді екен деп. Біз қоғамға сөйтіп жаңағының эфирін жауып тастайсыз, одан кейін ол жаңалыққа кетеді, немесе айтуға жаңағы ток-шоуға кетеді. Ток-шоуға кетеді. Ток-шоу болғанда мүлдем бітіп кеткен ток-шоуларға кетеді деген сөз. Содан кейін жаңа мамандану жайында қалады ғой. Рейтингте біз мысалы Тенес Галап Медиа деген компания бар, соның құрылғылары кезігеді. Баяғыда қателеспесем 2016 жылы солардың біраз есебін қарағанмын, есебінде мынандай бар. Айталық Алматыда қазір енді қаланың өзінде 1,5 миллионға жуық адам ғой. Сонда олардың радиоға арналған, тек радио, телеарнасын білмеймін, радиоға арналған 200 people meter деген құралы бар екен. Енді қараңыз, ол кезде оңтүстік Қазақстан облысы миллионға тұрғыны бар Шымкент бар, 100 мыңнан асып кететін тұрғыны бар Түркістан бар, анау Мақтаарал Жетісай төңірегінің халықтары да ол кезде аудандар бөлінбеген, өте халық көп еді, 300 мың, 400 мыңға дейін. Бұл компанияның құрылымдары 100 мың адамға деп шақталған, 100 мың адамға осынша деген сияқты. Сонда қателеспесем, тұтас оңтүстік Қазақстан облысына 51 сондай people meter қойылған. Сіз Алматыда 200, анада 51. Енді Павлодар облысында, қалада 39, Екібастұзда 24 сондай. Ол екеуінің біріккен көрсеткіші біздің оңтүстік Қазақстан, сол кезде оңтүстік қазіргі Түркістан, оның көрсеткішінен көп. Яғни оларда 60 нешеу, 60-ға жуық аппарат тұр. Қарағандыда Теміртау бар, Қарағанды деп бөлінген, Жезқазған мен Сәтпаев қосылмаған әрине. Сөйтіп Теміртау Қарағандының облысының көрсеткішін
оларда 70 нешеумен береді. Яғни бірақ облыстың халқы тұрғысынан жалпы халықтың санын қарасаңыз, Қарағандының да, Павлодардың да халқының саны сол кезде оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан мен Шымкенттің халқынан кемі 2 есе, әйтпесе 3 есе аз. Енді осы деректі құрылғылар сізге қандай картина береді? Сізге міндетті түрде эфиріңізде орыс тілді ақпарат көптегенді береді. Неге? Өйткені сіз негізгі тыңдаушының пікірін біліп отқан жоқсыз. Негізгі тыңдаушының пікірін білген жоқсыз, сіз өзіңіздің коммерциялық құрылымдарыңызға, жарнама берушіге Қарағандыда көп екен тыңдайды екен мына радионы, мысалы русский радионы Павлодарда көп тыңдайды екен, одан 3-ші орында Алматы тыңдайды екен, одан кейін Астана, одан кейін басқасы деп бересіз. Сөйтіп радиолардың бүкіл рейтингінде сіздің русский радионыз тұрады. Егер де жаңағы құрылғылар өңірлердің этникалық құрамын, тіл құрамын ескеріле отырып, халық санының мөлшеріне нақты шақталып таратылған болса, онда картина өзгеруі мүмкін. Енді осындай монополист құрылым рейтинг жасап жатқан кезде, сіздің ғылым туралы дүниеңіздің де құны болмайды. Оның үстіне қазақша берсеңіз құны болмайды. Бәлкім егер де сол ғылымға қатысты бір жақсы программаны орысша ресми тілде берсеңіз, бәлкім жаңағы компания өзінің жарнама берушілерінің қолайына жағу үшін, мына программа жақсы көріледі екен деп беруі мүмкін. Ал енді аты шулы ток-шоуларға келетін болсақ, ол бұл жерде жаңағы арнаның көруімен бере салады, телеарнаның. Я қалаулым көріп отыр, я көп қазақ көріп отыр. Бірақ сол қалаулымды көп қазақ көріп отырған болса, оңтүстік Қазақстаннан неше процент, Жамбылдан неше процент, Қызылордадан неше процент, Жетісу өңірінен қанша жіктеп талдап беріп жатқан жоқ. Яғни бұл рейтинг жасаушылардың ішінде де жалғыз монополист отыр. Егер де ол жерде бәсекелестік көбейіп, бірнеше компания альтернативалық рейтинг ұсынатын болса, бәлкім біздің жаңағы бағдарламаларымыздың да эфирге тарауы өзгерер. Мүмкін біз осы елге, ұлтқа керек дүниелерді, мысалы бағдарламаларды, телеарнадан шығатын рейтингтен көрі халыққа керек тұрғысынан қарауымыз керек шығар. Негізі көп нәрсе сондай ғой. Біз кезінде есіңізде болса, бір сайтқа президенттің жолдауын бастық. Кейін енді жүйесі бар ғой, өзіңіз білесіз, қарап отырсақ, сол ақпаратты бір жерден 20 рет қараған, 30 рет қараған. Сол азамат бізді аз қарапты бұл материалды дейді да. Мен айтам, бұл қараған адамдар, егер де тауып кірген болса, деректерін қарайық деп кәдімгі кірген, әр жаңағы жолдауды шамамен әр адам осынша минут оқыған, 15 минут, 28 минут, 30 минут деген сияқты. Яғни олар бұған жай кірген жоқ, тауып бірінші ақпарат көзі ретінде сізге бұл сайтқа кіріп жаңағы 20 адам осы жолдауды оқыған болса, әрқайсысы 20 неше минутын бөліп техникалық есеп бойынша. Демек олар жолдауды арнайы іздеп келіп оқыды. Ішіндегі детальдарын түсініп оқыды. Ол жаңалық ретінде жалт еткізіп ақшасын қайта жаба салған нәрсе емес. Яғни сіздің ақпаратты оқыған 20 адамыңыз бір сайтта 2000 адамнан әлдеқайда пайдалы болуы мүмкін. Өйткені бұлар бір детальды білімді адам жалпы қауесетті арасында да тағы басқасы десе де өзінің белгілі мөлшерде аудиториясын жинайды. Жаңағыны түгел оқып алған адам басынан аяғына дейін ғылыми жаңалықты кейін елге қауесет қылып берем десе де, жалпы ғылыми жаңалық ретінде де берем дейтін болса, өз қолында. Және ғылыми жаңалықты интеллектуалдар оқиды, қарайды ғылыми дүниелерді. Демек, интеллектуалдардың сұранысын қанағаттандыратын болсақ, интеллектуалдар бәрібір күндердің күнінде ертеме кешпе көпшілікті белгілі мөлшерде басқарады ғой, бағыттайды. Біздің ұлылардың барлығы дерлік былайша айтқан интеллектуалдар ғой. Сондықтан оларға да мүмкіндік беріп, мысалы, қарайтын сондай ғылыми дүниелермен таныс болатын бір мүмкіндік жасау керек те. Ал оны жасамай тұрып, біз отырып рейтинг болып кететін болса, жаңа қауесет тарататындарға әдемі мүмкіндік беріп отырамыз. Қауесет әрқашан тиімді емес енді. Соңғы әңгімеңізді айтуыңызға болады. Өз ойыңызды қорытындылап. Мен өзім ойымды қорытындылайтын болсам, мынандай бір детальды айтқым келеді. Жалпы бізде көп игіліктер де бар, кемшіліктер де көп еліміз. Екі жағын таразының басына салу қиын әрине. Бірақ көп дүниеден ұтылғанымызда байқалып тұрады. Әсіресе
Біз өзіміздің елді, халықты кәдімгі кең көлемде мықты мәдениеттанулық және әлеуметтанулық тұрғыдан бір зерттеуден өткізбеген сияқтымыз Қазақстан қоғамын. Біз оңтүстіктің халқының тұрғындарының құндылықтары мен теріскей тұрғындарының құндылықтарын қазір білмейміз. Олар үшін не маңызды? Тұрмыс па, жоқ елдің тұтастығы ма? Отбасы маңызды ма, жоқ кәсіби карьера маңызды ма? Әр өңірде әртүрлі ол. Орталықта астаналықтар үшін, мысалы, елордалықтар үшін бөлек болуы мүмкін, Алматыда бөлек болуы мүмкін. Осындайдың бәрін жеке-жеке зерттеген кешенді, әр өңірді бүге шігесіне дейін зерттеген кешенді тәуелсіз, қайталап айтамын, тәуелсіз, ешбір тапсырыс беруші құрылымға жалтақтамайтын зерттеу жасалған жоқ меніңше. Екінші, мәдениеттанулық үлкен зерттеу жасалған жоқ. Сонда жасалғанын қалар едім. Өйткені мәдениеттану біздің мәдениетте көптеген өзгерістердің болғанын және қалай өзгеріп жатқанын көрсетіп берер еді. Бізде мәдениеттану қазіргі жағдайда оқытылған кезде Бәленбай Түгенбаевтың шығармашылығы деген сияқты тақырыптар қорғалады. Шын мәнінде бізге керек қазір 21 ғасырдағы қазақтың санасындағы меншікке көзқарас, мәдениетіндегі қазақтың дінінің экономикалық ықпалы, діннің экономикалық ықпалы, кәсіпкерлік ықпалы деген сияқты детальдар. Меншік құқының, мысалы айталық, отбасындағы үлесі, біздің мәдениеттегі, біздің адам ретіндегі болмысымыздағы уәденің орны, тәуекелдің орны, үміттің орны деген сияқты дүниелер кәдімгідей бір жақсы зерттелетін болса қызық болар еді. Өйткені біз сондай бір адамның әрекетін үйлестіріп тұратын, белгілі мөлшерде бағыттайтын сөздер, ұғымдарды қазір шайып алған сияқтымыз. Тәуекел дегенде айтатындар сиреп кетті, уәдесін орындайтындар да сиреп кетті. Керісінше жауапкершілікті не Құдайға, не үкіметке, не елбасыға, президентке артып жіберуге құмар қауым көп. Біз соның ішінде бәлкім өзіміз де бар шығармыз. Өзіміздің қателігімізді кейде көрмейміз де, сол қателікті біреумен бөліскіміз келіп тұрады. Мен бірдеңеге ұрынған болсам, жартысын Ержанның көтерген дұрыс деп ойлап отыруым мүмкін. Шіркін осындай зерттеулерді қалар едім мен елде, кешенді. Өз басым мысалы кезінде келісімшарт әскерлерінің әлеуметтік бейнесі деген бір зерттеу жасағанбыз. Қызық детальдар шыққан. Бұл гуманитарлық ғылымдардың маңыздылығы туралы кезінде Нұрсұлтан Назарбаев рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты мақаласында тек айтпады деп ойлаймын. Бірақ біз қазір ол бағыттағы жұмысымыз көбінде аудармадан әріге бармай жатыр. Басқа сұрағыңыз бар? Рахмет.